Ben seni Hayırlı kеш оқырман. Шерханға бүгін қымбат үміткер болып келді. Шерхан бұрында ұнатқан сияқты болған қымбатты қайта сезімі ашылып жатыр ма? Екеуінде жақсы кездесу орын алып жатқандай көрінеді, бірге видео түсіріп, жақсы кеш өткізіп жүр. Шерханға тоқтамастай үміткер келіп жатыр. Бота мен жұптық ара қатынасы тоқтағанына көп болмады. Бір жағынан қызғандыру үшін әдейі істеп жүрген көрінеді Шерхан. Осы жерде ойларыңыз қалай? Айтатын нәрсе өте көп, күтпеген жағдай болды сіздер үшін. Қымбаттың не айтқысы келді осы жерде? Bir жасырып жатқан сыры бар ма айтатын? Осы жері түсініксіз болды, әлде келгенін бір үлкен жайт ретінде бәріне болғанын айтқысы келді ме? Бота болса өзін жақсы сезінетін көрінеді, Мадинамен тамақтанып, барынша Шерхансыз бақытты екенін көрсетіп жүргендей. Бірақ кім білсін ішіндегісін? Да, дегустация от меня. Эноки дегенде, грибы деді ма? Саңырауқұлақ. Таныстықтары көпке созыла ма? Белгісіз, бірақ екеуінен бір ұнату сезімі білінеді. Шерханнан көп нәрсені күтуге болады. Заринамен әңгімесі қалай жабылды, кеше тек Әлібимен таныстығына қарсы болып жатыр еді. Қыз үшін шешім қабылдап та үлгерді, таныспайды, саған кепіл берем деп. Зарина да сол кезде үндемеді, қарсы болмаған көрінеді Шерханның сөзіне. Кім байқады сол жерді? Шерханның Заринаға деген сезімі бар ма? Кімді таңдайды? Сонымен керек болса, 3 қыз да бар.